يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Әуелі Алланың атымен бастаймыз. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракату. Қадірменді көрермен қауым. Адамзат қылып жаратып, сол ішінде ардақтаған Алла Тағалаға сансыз мадақтар болсын. Алла Тағала қасиетті Құранда Бақара сүресінің 254 аятында: "Ей иман келтіргендер, сіздерге несіп еткен несібемізден, берген несібеден Алла жолында жұмсаңдар" делінеді. Яғни жаратушы иеміз бізге несіп еткен мал дүниеден жақсы жолға жұмсау әр мұсылманның міндеті екені анық. Біз бүгін садақа жөнінде, садақаның абзалдығы, сауабы және оның түрлері жөнінде сөз қозғамақшымыз. Қымбатты көрермен қауым, сіздер тікелей эфирде қасиетті Рамазан бағдарламасын көріп отырсыздар. Оның аясында садақа жөнінде тақырыпты қозғап отырмыз. Бүгінгі келген тікелей эфирге келген қонақтарымызбен таныстырып өтсек, Алматы қаласы Таугүліш мешітінің азаншысы Қасым Әшімов мырза және белгілі актер, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері Ерлан Біләл. Қош келдіңіз. Ассаламу алейкум рахматуллахи. Енді Қасеке, сізден бастасақ, ең бірінші баршамыздың, сіздердің, біздің ұстаған оразаларымыз қабыл болсын, құтты болсын дейміз. Жалпы осы шариғат бойынша Қасеке, садақа дегеніміз не? Садақа туралы айтып кетсеңіз. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллах Тағалаға сансыз шүкірлер, зікірлер, мақтаулар мен мадақтар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға, оның отбасына, сахабаларға, артынан ерген үмметіне Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Ең бірінші осы барша мұсылманды осы келген қасиетті Рамазан айымен құттықтағым келеді. Ал енді сұрағыңызға оралатын болсақ, садақа дегеніміз жалпы шариғатымызда адам баласының Алланың берген дүние мүлкінен, ақшалай болсын, сыйлықтай болсын, жалпы айтқанда Алла жолында жұмсалатын нәрсені терминдік тілде садақа деп айтылады. Сіздің қолыңыздан келіп жатса теңгелей беріңіз, мейлі сыйлықтай беріңіз. Жалпы ол садақаның ар жағындағы нәрсе бір Алланың разылығына бөлену. Сол ісімен Алланың рахымына бөленіп, ертеңгі ақыретке барған уақытта Алланың берген әрбір ризық несібесінен не жұмсадың мен жолымда деген уақытта: "Ей Раббым, мені берген дүниеңнен осыны садақа қылдың" деген сияқты сол әрбір ісін Алла жолында жұмсағанда жалпы садақа деп аталады. Ал енді біздің қоғамымызда кейбір адамдардың түсінігінде садақа дегенді дұрыс түсінбейді. Әйтпесе шариғатымызда, дініміз исламда, хадистерде, Құранда бекіткендей, ол адам баласын өзінің Алланың рызалығын іздеп, өзінің жанынан бір қиып, бір нәрсені садақаға жұмсайды. Ал сол садақаны екінші бір адам алар кезде ол нәрсені дұрыс қабылдау керек. Бұл садақа маған лайықты емес демей, керісінше сол өзіндік міндетін орындап жатқанын түсініп, ол Алла разы болсын, қабыл етсін деп, сол бергенде өзі де келесі жолы өзгелерге сондай ілтипатпен сондай садақа жұмсайтынды сонда дұрыс қабылдаса. Түсінікті. Қымбатты көрермен қауым, естеріңізге салып өтейік. Біздің тікелей эфиріміздің телефоны 332-22-64, 332-22-67. Егерде толғандырып жүрген сұрақтарыңыз болса, біздің қонақтарымызға қойсаңыздар болады. Және біздің поштамызға өз сұрақтарыңызды жазсаңыздар болады. aslarna@gmail.com. Ереке, қош келдіңіз, тағы айтайық. Оразаңыз қабыл болсын. Жалпы осы Ереке, альхамдулилля, біз ораза ұстап жүрміз. Қазір енді шілденің шіліңгіріне қарамай, ыстығына қарамай, Алланың разылығы үшін оразаны ұстап келеміз. Қазір жарты сағаттан кейін иншалла аузымызды ашамыз, Құдай жазса. Енді осы оразаға өзіңіздің көз қарасыңыз, оразада көңіл күйіңіз қазір қандай? Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүгінгі барша қауымға осы қасиетті Рамазан айы құтты болсын деймін. Көңіл күйім өте жақсы. Адам мұғжиза дейді ғой. Мұғжиза деген енді Алланың біздің санамыздың жеткенінен ары қаратай болатын ғажайып дүниелер ғой бұлар. Сондықтан осындай көңіл күйге адам бір ие болған кезіңде, өзіңнен өзің бір жан дүниең жадыраған кезде, өзіңнен өзің бір сондай бір жақсы көңіл күйге ие болған кезде, бұл әдетте осындайды қаласаң басқа күндерде, қаласаң бір көңіліңді көтергің келсе де, сондай бір шаттанғың келсе де, мынандай көңілге ие боламайсың. Бір ішкі жан дүниедегі
бір кереметті тілмен түсіндіріп айту оны қиын. Әсіресе ауызашарда дейсіз ғой. Әсіресе ауызашарда дейсіз. Иә. Жалпы күнделікті мына жүрген кезде іштегі сезімнің жалпы бұл шанда бір келе бермейтін нәрсе, бұны жаңағы басқа күндерде бұл келмейді. Бұл яғни жаңағы Рамазан айында оразаны ауыз бекітуді мысалы бір тамақтан тыйылу әрине құлшылық, бірақ бұның негізінде бұны сүйіп істеу керек, жақсы көріп істеу керек деген қағидат бар мысалы. Сондықтан егер жақсы көріп жасайтын нәрсеңіз сіздің шын ықылас көңіліңізбен, сондай бір шексіз бір сүйіспеншілікпен жасаған нәрсеңіз, мен Алланың тарапынан бізге деген жақсы тек қана нұрын себет деп есеп қаламын. Сондықтан жаңа өзіңіз қойған сұрақ көңіл күй осыған байланысты менің өте жақсы. Бұдан өзге болуы мүмкін емес деп ойлаймын, өйткені Рамазан айында, Рамазанда адамның бар жақсылыққа бөленетініне, қайырымды болатынына, мынандай көңіл күйді арқаланып еленіп тұрғанда мейірімді болатынына, тіпті мен өзімнің осы жылдағы Рамазан ұстап жүрген кезімдегі басқа күндердегі мен Рамазан айындағы күндерін салыстырған кезде адамның сана сезімінің, түйсігінің, сезімінің, айналадағы тіпті жәндік, жануарға дейін, өсімдікке дейін сіздің көзқарасыңыздың өзгергенін өз басын өткізгеннен кейін оны бір ғажайып керемет деп есепке ала аламын. Сондықтан болса сол кезде тіпті сіз былай күнде байқамауыңыз мүмкін, анау өсіп тұрған гүлдің шөліркеп тұрғанына сіз назар аударасыз міндетті түрде. Көңіл бөлесіз. Ананың сәл-пәл жапырағына кішкене күн қаттырақ түсіп күйіңкіреп қалғанына, соған судың жетпей тұрғанына сіз міндетті түрде назар саласыз, аударасыз. Ақ пен қараны ажырату дейтін болса, жақсы мен жаманды сондай айналаңа зейінмен қарауды, тіпті сен гүлді өсіп тұрған өсімдікті солай көрген күннің өзінде айналаңдағы адамдардың жанарындағы жан дүниесіндегі нәрсені екі бастан танып білесің. Екі бастан адамның жаны күйзеліп тұр ма, қуанып тұр ма, ауырып тұр ма, қандай күйде тұр, оны білетіндей мөлшерге адамның сондай көңілге ие болатынын мен кәміл өз басынан өткізгеннен кейін соған сенемін. Сондықтан осындай айдың барына, осындай мезеттің біздің басымызға келетініне Аллаға сансыз мадақ айтқым келеді. Шүкір тәуба. Қасеке, біз Рамазан айында білеміз, пітір садақасын береміз. Егерде қалталы азаматтар болса, оларға зекет парыз. Осы садақа берудің сауаптылығы қаншалықты көп? Айтып кетсеңіз. Жалпы Аллах Тағала қасиетті Құранның бірнеше аяттарында садақа беруді біздерге бұйырады. Мысалға, Бақара сүресінің 173 аятында былай дейді: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва ма тунфиқу мин хайрин фа инналлаха бихи алим дейді. Қандай да бір садақа берсең дейді, хайыр садақа берсең, оны Аллах Тағала біледі дейді. Және де Саба сүресінің 39 аятында ва ма анфақту мин хайрин ва ма анфақту мин шайин фа инналлаха бихи алим. Бұл аяты кәрімде Аллах Тағала не дейді? Алла жолында не жұмсасаңдар да оның барлығын Аллах Тағала орнын толтырады дейді. Енді осы аятқа қарайтын болсақ, біз мейлі садақаны Рамазан айында берейік, мейлі басқа айда берейік, бірақ жалпы адам баласының өмірге келгеннен кейін, Алланың өмірі сынақ болғаннан кейін, Алланың сізбен бізге берген нығметі бар, денсаулығы бар, басқа дүние мүлкі бар, бала шағасы бар. Осының барлығына біз жан садақа ретінде, мейлі одан тыс Алланың рызалығы үшін алдымызда бір жұмыс жасағалы жатырмыз, осының алдыға басып іске жүру үшін Алладан дұға тілеп, садақа беріп, оның артынан дұға қылып жасақ, бұның барлығы жақсы амал. Ал енді Рамазан айында пітір садақасын өздеріңіз білесіздер. Бұл пітір садақасы қазір бекітілді Алматы бойынша жалпы 100 теңге. Бұл енді адам басына 100 теңгеден. Бұны құрмамен де беруге болады. Болмаса мейіз бар ғой біздің өзімізде, кептірілген өрік, күрішпен, осысында дәнді дақылдармен беруге болады. Бірақ біздікі бекітілген бидаймен. Енді адам басына шаққан уақытта 100 теңге деп есептелді. Бұл пітір садақа беру, бұл бүткіл адам баласына, байына да, кедейіне де, жоғына да, бұл жан садақасы, жылына бір келетін садақа, жан садақасы. Ал енді сол 100 теңгені кей кезде мешіттен байқаймыз, сондай адамдар келеді да, пітір садақа неше дейді. Біз енді 100 теңге деп айтамыз ғой. Ой, мына бақуатты адам келді екен, мынандай адам келді екен деп оның шамасына қарап айтпаймыз. Жалпы шариғатымыздың бағана бекітілген адам басына 100 теңге деген 100 теңге дейміз. Сөйтеді де ол кісі менің пәленшем бар, пәленшенің атынан дейді да 100 теңгеден алып 1000 теңгені санап 10 адамға деп салып кетеді. Негізі ол жан садақасы 100 теңге ең төменгі дәрежеде. Ал мысалға құрмамен есептейтін болсақ, құрманың түрі бар Саудияда. Килосы $100.
асса одан көп. Әжуасы бар. Әжуасы бар мысалға. Сол құрмамен санайтын болсаңыз $100. Ал енді бұл жерде садақаны адам баласы сол 100 теңге деп 100 теңгеге қатып қалмау керек. Ал енді Аллах Тағаланың сіздің осы уақытқа жеткізгеніне, осы Рамазан айына жеткізгеніне, жаныңыздың, отбасыңыздың барлығы саулығы үшін сіз қандай дүниені сарп қылсаңыз да ол аздық қылады. Солай емес пе? Сондықтан да адам баласы бұл 100 теңгеге қатпай, өзінің шама шарқына қарай көбірек берсе, онда қоржынына көбірек сауап түсті деген сөз. Құранда Аллах Тағала беріңдер, сендердікі еш уақыт азаймайды, мен сендерді тек қана арттырып отырамын. Арттырып отырамын дейді. Қазақта деді ғой, шүкір қылсаң маған тағы берем саған. Біз шүкір етіп бере берейік Алла жолында иншалла. Бірақ ол нәрседен еш уақытта біздің нығметіміз болмаса, ол берген садақамызбен ертеңгі күні аш қалып, болмаса бір тығырыққа тіреліп, бір қиындыққа ұшырамаймыз. Хадисте де айтады ғой, сендердің Алла жолына берген садақаларың еш уақытта ол сендерді кемітпейді дейді. Керісінше сені Аллах Тағала сол садақамен өзге адамдардың арасында кішіпейілді қылып, мейірімді қылып көтеріп қояды. Шынында кейбір ағаларымыз бар, бақуатта, Алланың ризалығы үшін көптеген игі істердің басқасында болуға тырысады. Шынында ол кісіні көрсең, жүзінде нұры, бір жақсы көріп тұрасың. Неге? Себебі барына бөліп беріп жатады. Мұның осының өзі үлкен сауап. Халық осылай түсінсе, иншалла үлкен жақсы болар. Қымбатты көрермен қауым, тікелей эфирдің телефоны 332 2264 332 2267 хабарласыңыздар. Ораза айында біздің мейірімімізді арту керек. Садақа берсек, садақамызды, қайырымдылығымызды арту керек. Жалпы өзіңіз осы айда қандай жоспарлар құрып отырсыз? Енді сіз Әуезов театрының жетекшісі болғаннан кейін директордың орынбасары ретінде өзің қандай шаралар ұйымдастырамын деген ойларыңыз бар ма? Біз енді театр тұрғысынан, театр өзі жалпы осы Рамазан айында болсын, жалпы жыл 12 айда құдайшылық жолына жасалатын қандай да бір мысалы қайырымдылық әрекеттер, шаралар болсын, солардың бәрін біз өзіміз шама шарқы келгенше оған жәрдемімізді көрсетіп отырамыз. Жәрдем болғанда бізге енді сол сахнаны беру деген сияқты, сахнаны жалға беру, сондай бір жәрдем кезеңдерін бастан өткізіп отырамыз. Бірақ та осы Рамазан айында қайырымдылық, мейірімділікке қарсы өзіміздің әркім өзінің жеке басынан әрекет жасау керек деп ойлаймын. Біз өз басымыз енді бір жылдары Мәуліт айында, осы Рамазан айларында бір қойылымдар қойып, өзіміз актерлар бөлініп, басқа сахналарда, басқа бір жерлерге мысалы басқа ұйымдармен келісіп жаңағы насихат ретінде сол актерлар өзіміз бас қосып, сондай бір шаралар бастан өткен кездер болды. Енді негізгі мен өзім жаңағы әркім жеке әрекет амал жасау керек дедім, сондықтан болса өзімнің жасайтын амалым, әрекетім мысалы Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламның хадисінде де мысалы айтылады, жәрдем бергенде мысалы ақшалай жәрдем шаман келмесе жаңағы барып ақылмен жәрдем бер, я болмаса тіпті бардағы жұмыс істеп бер, жаңағы қол әрекетімен жаңағы күрек ұстап қолыңа деген сияқты. Сондықтан мен өзімнің негізгі істейтін әрекет амалым жүрген айналама араласатын адамдарға, өзімнің көбінесе жаңа жұмыс істейтін ортада тілменен өзімнің ақыл кеңесімді беріп, сол арқылы адамдарды жаңағыдай бір мейірімге, жақсылыққа, адамгершілікке, адам бойындағы қалын сұрап қалсаң да қандай шара дейсіз? Қалын сұрап, мысалы, жағдайын біліп, әрине шаман келсе ақшалай жәрдемдесіп, тіпті үй жоқ адамға үй алып беріп, тіпті алысқа жүретін болса көлік астынан мінгізіп, ондай жасанған не жетсін шаман келсе. Ал енді біз өзіміздің мысалы жәрдем жасайтынымыз жаңағы әрекетіміздің негізі тілменен, ойменен, ақылымызбенен, осында кездескен кезде, мысалы бір теріс әрекет амал көретін болсақ, соның бір мейірімге бағынуына, адамгершілік қасиеттерге бой алдыруына өзіміздің септігімізді тигізіп жүреміз. Жалпы өнер адамымызда, біздің театрымызда осы дінімізді ұстанып жүрген, хақ жолда жүрген бауырларының да көбінесе әрекет амалы сол деп ойлаймын. Тіпті осы еліміздің, жеріміздің қай жерге де барса да гастроль сапармен барып жатады. Я болмаса өзінің осы жүрген жерлерінде соған жәрдем беріп отырасыз. Жәрдем жасап жаңа өзінің бір жақсы. Ереке, бізге хабарласып көрерменіміз бар екен, қабыл алсақ. Алло, тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Оразамыз құтты болсын. Әмин, бірге болсын аға. Менің бір сұрағым бар еді. Бүкіл мұсылман бауырларымыз білсін деп сіздерге сұрақ қойып отырмын. Мына садақа жайында. Мына бізде көшеде Алла кешірсін, менің үйтіп ойлағаныма
кейде осындай бизнес жасайтын адамдар бар, садақа сұрап. Содан кейін ішіп алып, светофордың жанында жүретін адамдар бар, садақа сұрап. Сол адамдарға садақа беруге бола ма, жоқ па? Түсінікті. Сұрағын түсінікті. Жалпы Қазеке, түсіндіңіз ғой сұрақты? Ең бірінші біз садақаны айырып алуымыз керек. Қайсы абзал, немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сендер берген кезде, оң қолмен берген кезде сол қол білмеу керек сендердің садақа бергендерін. Және садақа берудің де алудың да әдебі бар. Әрине. Осы әдеп туралы ең бірінші айтып кетсеңіз, осы әдеп туралы айтсаңыз, сұрақтың жауабы болады ау деп ойлаймын. Иншалла. Ең бірінші садақа беру үшін адамның жан дүниесіне ниеті болу керек. Енді бағана кісінің қойып жатқан сұрағы өте орынды. Бұл сұрақты бізге де көптеп қойып жататын кісілер бар. Жалпы көшеде шынында қазір қарасаңыз, бір кәсіпкерлендіріп алған ба, баласы бар, қолына құшақты жол-жөнекей тұрып алып, орамалын тағып, бағанағы баласын ұстап, машинаның әр терезесіне бар ақша сұрап жатады. Енді қараңыз, бұл жерде ол кісі кәсіп қылған ба, шынымен мұқтаж ба, мұқтаж емес па, бірақ сіздің беретін садақаңыз шынындап қарайтын болсақ, ол садақа, Алланың рызалығы үшін. Егер көңіліңіз шынында сол кісіге қош көріп жатса, беріңіз. Ал енді сіздің беретін садақаңыздың ар жағында ол не істейді? Ішеді ма, басқа харам істерге жұмсайды ма деген сияқты көзіңіз жетіп жатса, ар жағында тыныштық таппайтын, ертеңгі күні сізді мазалай беретін сондай күмән болса, бермеңіз. Қазір мынандай бір сұрақ, осы сұраққа қосымша, садақа бермеуге лайықты адам бола ма? Негізі садақа былайша айтқанда алатын адам көп қой. Бірақ соның ішінде де хадисте, шариғатымызға сүйеніп мұқтаж адамдарға берген абзал. Мұқтаж адамдар. Шын мәнінде көзің жетіп тұрса, көзің жетіп тұрса, мұқтаж болып жатса, ал енді сенің ол мұқтаж ба, оның бүгінгі жейтін тамағы болып, ертеңгі жейтін тамағы жоқ деген сияқты ол жағын ар жағын білмесең де, бірақ сен садақа беру өзің міндетің ғой. Алланың рызалығы үшін. Мысалы қараңызшы, бағана аға айтып отыр ғой, көшеде маскүнем ақша сұрап тұр. Ораза айында саған келіп, ораза ұстап отырсың ғой, мұсылмансың ғой, ақша берші деген сияқты, сенің ол міндетің ғой деп те айтуы мүмкін. Сонда менің түсінігімде мынандай бір нәрсе бар. Мысалы хадисте Мұхаммад пайғамбар алейхиссалам садақаны берген күнде осындай мүсәпірлікке, осындай қиын жағдайға түсіп қалудан қорқып беріңдер делінген ғой мысалы. Сондықтан болса адамзаттың алдында тіпті мысалы ешкім білмейді кім қандай күн күтіп тұрған, не нәрсе оны мәжбүрледі оған. Әрине. Қандай замандар туды басына, қандай күндер туды, қандай қиянат бір қайғымен келді ме, қандай бір жаман жолдармен келді ме, білмеймін. Неліктен ол адам сондай күйге түсті деген сұрақты да ескерген дұрыс шығар деп ойлаймын. Мысалы Қазеке қараңызшы, мен өз басымда айтайын, маскүнем келіп ақша сұрады. Бірақ мен бермеймін, мен саған ақша бермей қойын, өйткені мен саған қазір ақша берсем, сен ішіп қоясың дедім. Ол маған қарап күлді. Мен саған одан да барып тамақ әперейін, сол тамақты ал десем, жоқ, маған тамақ керек жоқ, маған ақша керек деді. Енді ар жағын пиғылын біліп отырсыз, өйткені арақ ішкісі келіп отыр кісі. Оған қалай бересіз сен деді. Оған бермейсіз. Оның ішуіне сіз себеп боласыз. Сөйтіп оның ішкенде күнәсін сіз көтересіз. Егер шынында сол сіз айтып жатқан жайда жан дүниемізде сондай сезім болып түсініп жатсақ, оны бермеген абзал. Неге? Өйткені көзіміз жетіп жүр. Ал көзіміз жетіп тұрған жаман нәрсені біз тоқтату ол шариғаттың талабы, білесіздер ғой. Жамандыққа, жақсылыққа шақырып, жаманшылықтан тыю. Ал енді кейбір адамдар білмейсіз ар жағында. Бірақ жан дүниесімен сұрап тұрып, түріне қарасаң, енді тергей берсеңіз тергей бересіз. Бірақ өтірік айтып тұр ма? Мысалға бір оқиғаны айтайын сіздерге. Мешіттің астында кезекші болып отырғанда бір жігіт келді. Аға деді, мен қысылып тұрмын деді. Және намаз оқимын деді. Жақсы, отыр дедім. Сөйтіп жай сұрай бастадым. Қанша уақыттан бері намаз оқисың? Жағдайың не болды? Билетім жоқ, әке-шешем жоқ, осындай документін бәрін ұрлап кетті. Стройкадан қуып жіберді, анау әңгімелерін біраз айтты. Сөйтіп біраз тыңдап келіп, енді қанша уақыттан бері намаз оқып жатсың деп бағанағы имандылыққа тартып, білетін сүреңді оқып берші десем, аяқ жағы барлығы өтірік болып шықты. Сөйтті де кешіріңіз деді де есікті жауып шығып кетті. Сонда сол адам былайша айтқанда садақа сұрау үшін дін исламды жамылып келіп отыр да, мен намаз оқитын едім, басқа қылатын едім. Жоқ, келіп алып қаншама адамдар келеді, түсінеміз. Жан дүниесін айтып, документіне дейін барлығын айтып келеді. Қолымыздан келгенше көмектесеміз. Бірақ мұқтаж адамдар. Бірақ қазіргі таңда шындап келген көп адамдар дін атын жамылып келеді де мешітке. Барлық жерді барды, енді Алланың үйі мешіт қой, осылардан басқа соңғы тығырыққа тіреліп барарымыз осы шығар деп. Кезінде мысалы түр сипатына қарап та жаңа мен айтып отырғаным мысалы әрине
аузынан жаңағы перегар дейді ғой, мысалы арағын мүңкіп сөйтіп тұрып ақша сұрап тұрса оны адам түсінеді ғой екі бастан. Бірақ кейде түр түсіне қарап, түр сипатына қарап та осындай сияқты бір жаман адам сияқты деп бір шешім қабылдай салудың өзі де ертерек пе екен деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы шын мұқтаж адам болатын болса, түр сипатына қарап жаңағы мұқтажға қол ұшын берген дұрыс шығар деп ойлаймын, ләзім деген. Енді мынандай да садақалар болып жатады. Мысалы, өз алдында осындай болған оқиға, бір кісінің мал жоғалып қалады. Мал жоғалғаннан кейін 2 күнде іздейді, 2 күнде таппағаннан кейін садақа деп қоя салады. Біраз уақыттан кейін ол мал табылады. Табылғаннан кейін енді аға садақа деп бердіңіз ғой, таратпайсыз ба дегенде, жоқ, енді ол табылды ғой деп. Бұл садақаға жата ма? Қалай ойлайсыз? Негізі жоғалған нәрсені біріншіден садақа деп ататыны ұмыту керек. Мейлі оны ұрлап кете ма, мейлі біреу сойып әкете ма, болды. Ол өзінің ризалығы үшін болды. Егер айтпайсыз, табылса дейді ғой жаңағы. Ал енді табылып келетін болса, ол енді былайша айтқанда Аллаға уәде етті ғой. Раббым, енді тілмен Раббым садақа еттім немесе тілінен шығып отыр аузынан. Ал енді ол қайтып келген уақытта оны қайтып алу дұрыс емес. Шариғат бойынша. Өйткені ол садақа деп берді ғой. Келген жағдайда оны Алла ризалығы үшін бана сатып жіберіп, болмаса сойып мұқтаждарға берсе, онда әлгі сөзі дұрыс болып ертең Алланың алдында үлкен сауапқа иеленеді. Сөзінде тұрған болады. Әрине сөзінде тұрған болады. Және ол сауап болады. Әрине сауап болады. Өйткені оның бір несі жоғалған сәтінде еш ашуға берместен, басқаға тағылмастан, мейлі Алла жолына осы мен үшін садақа болсын деп жүрсе, ол жақсы еді. Ал енді қарғап-сылдап, ананы айтып, түбіне жетіп табылмай кетті. Қойшы кетсінші садақа деу, ол дұрыс емес. Садақа қылатын болса, дер кезінде ниетін дұрыстап бірден садақа қылып жүрсе, сол абзалырақ болады. Мысалы, Абу Ханифаның оқиғасы есіме түсіп отыр. Я Абу Ханифа сіздің керуені жоғалып кетті деген кезде, ұрлап кетті деген кезде, альхамдулилля дейді. Біраз уақыттан кейін келеді, я Абу Ханифа сіздікі емес, басқа біреуді ұрлап кетті, сіздікі аман екен десе, альхамдулилля дейді. Я Абу Ханифа, неге альхамдулилля дейсіз? Жоғалған кезде де, табылған кезде де. Жоғалған кезде де, табылған кезде де жүрегім бір мүлк еткен жоқ, дүниеге дейді. Яғни біздің де жүрегіміз, яғни нағыз мұсылманның жүрегі сондай болу керек деп есептейді. Қымбатты қонақтар, біздің бейне сұрағымыз бар. Сол бейне сұрақты тыңдап көрсек. Мінезім жұмсақ болса болды, ниетім түзу, ұрлық жасамасам, ешкімнің ала жібін аттамасам, яғни намаз оқымай-ақ жәннатқа кіруге болады дейтін адамдар табылады. Осы сөз қаншалықты шындыққа жанасады? Мінекей жаңағы естідіңіз, Қасеке, Ереке. Енді ниетті түзу деп, мысалы мен кейде кездестіріп жатамыз өмірде. Біреу айтады, мен таң намаз оқып жүрмін, болмаса біреу оқуым уақытым болмай жүр. Жалпы ниет түзу ғой, ниет жақсы ғой деген сияқты нәрселер айтады. Мен айтамын, ол ешкімге айтқан жоқ. Ниетіңіз болса, жаңағы түзу болса қалған, онда 5 уақыт намаз не үшін берілді? Соның кейін таң намазын оқысаңыз, мысалы, қалған 4 уақыт намазда оқымай-ақ қой деп кім айтты? Қалғанда ниет түзу, қалған жұмыстан қорқып. Пайғамбарды алсақ, ең пәк күнәсіз адам болған пайғамбар мысалы 5 уақыт намаз оқыған, тіпті нәпілдерді қосып, аяғы іскенше дейін оқыған деген риуаяттар, хадистер келіп жатады. Қасеке, осы жайында не айтасыз? Осы жайында бір оқиғаны бастағым келіп отыр. Енді біз имам болған екен, адамдар үйіне шақырады. Бір күні бір кісінің үйіне барып осылай шариғаттан уағыз айта бастадық. Сонда айтады ғой, молдеке сіздікі дұрыс дейді, барлық айтқаныңызға қосыламын дейді. Дәл осы бағана бейнетаспада қойылған сұрақты қойды ғой маған. Біздің жан дүниеміз таза, ниетіміз түзу, ешкімнің алла жібін аттамаймыз, жүрегіміз ақ деп. Осылай не керек өзін ақтап салды. Сосын біраз ойланып тұрмын мен ол кісілерге, сіздерге бір сұрақ қойын, жауап беріңіздер дедім. Жүрегі ақ, бағана сіздер айтқандай тап-таза адам өмірде кім еді дедім. Сөзге келместен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам деді. Дұрыс. Ең таза адам пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Ал енді пайғамбар саллаллаху сол таза болған адамның өмірлік тарихына қарайтын болсақ, ең құлшылығы көп болған сол кісі. Ал енді осы тұрғыда тазалық тұрғысында жан дүниемізді, өзіміздің ниетіміздің барлығын тазалап, пайғамбар саллаллаху салыстырар болсақ, онда өміріміздің былайша айтқанда арғы жақтағы ақылымызға сүйенбей, жай ғана бер жақтағы тілімізбен өзімізді тазартқан болып саналады. Әйтсе пайғамбар саллаллаху қайтысы бар, кімде-кім өзін ағарта беретін болса, бағана тазамын деп, онда жер бетінде кір адам қала ма дейді, шынында. Сондықтан жан дүниесі таза, біреудің ала жібін аттамайтын, ешкімге қиянат жасамайтын, оныңдай адамның жүрегінде иманы кәміл болу керек.
былайша айтқанда құранды оқыса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисін оқыса, тұнып тұрған соның ішінде қазына, сол айтқанның барлығы соның ішінде. Соны оқып барып Құдайдан қорыққанда ғана сол адамның жан дүниесі, ісі, әрекеті сонда жай-жай тазара бастайды. Ең әуелі біз білуіміз керек, ол парыз. Әрине. Парыз. Содан кейін мысалы мен айтар едім, осы 5 уақыт намазды уақытымен оқып, Құранды оқып, соның жалпы сезімінде жүрген адам ғана жаңа сезе алады. Осы жаңа жан дүниенің тазару деген не екен, жаңа бір қиянатты нәрсеге, бір кейде пенде болғаннан кейін өмірде адам неше түрлі сан қилы кезеңдер, күндер кездеседі алдынан. Мысалы, соған кетіп қалуы да мүмкін адам. Соған ішіңізден тоқтататын сізді жаңағы іштегі иманыңыз, күнде оқып жүрген намазыңыз, алған дәретіңіз, сол тазалығыңыз ішіңізден кәдімгідей бір сигнал беріп тұрады адамға. Оны білмеген адам, мен ойлаймын, мысалы 5 уақыт намазда болмаған адам, ол жаңағындай көңілім таза ғой, жан дүнием таза ғой, тазам деп оны ажырату мүмкін емес. Мен оған кәміл сенемін. Сондықтан болса, бұны ажыратып білетін, ішкі жан дүниеңізде, ойыңызда, санаңызда бір түйсіктің, бір сезімнің пайда болу, оған себепкер болады тек қана 5 уақыт намаз. Альхамдулилля. Қазір садақа болғаннан кейін тақырыбымыз, осы тақырыпқа оралайық. Садақаның түрлері жайында айтып кетсек, қандай түрлері бар? Енді көбісі ойлайды, садақа деп ол тек қана ақша немесе тамақ беру. Осы түрлерін айтып кетсеңіз. Енді садақаның түрлері көп. Мысалы, пайғамбар саллаллаху бір хадис бар. Адам баласы таңертең тұрған екен, әр күнде әр буына садақа беру керек. Сол садақаны 36-360 буыны бар. Соның баршасына садақа беру керек дейді. Сонда оның қалай құтылады? Сонда ол пенденің әрбір мешітке басып келген қадамы, жылы сөз сөйлегені, біреуге ілтипат қылып, біреуге садақа беру, мысалға жоғарыда тұрған адамға төменнен тұрып амандасу, жалпы айтқан сумкасын көтерсе басқа осының барлығы, соның барлығы сол 360 буынның садақасын өтеген болады. Және екінші хадисте не дейді? Таңертең күн шыққаннан кейін сол духа намазын оқыса, сол 360 буыны садақаны берген. Сондағы 2 ракағат. Сондағы 2 ракағат. Ал енді бұл хадисті әрбір адамға беру керек деп отыр. Бұл бір, мысалға Құран оқу, ең төменгі дәреже, мысалы көшедегі бір зиянды нәрсені алып тастаудың өзі. Кетіп бара жатсыз сіз, Алла ризалығы үшін осы біреуге зиян болмасын деп алып тастау. Жылы сөз сөйлеу, біреу келіп сізден бір нәрсе сұраса, жоқ болса да жан дүниеңізбен түсіндіріп, келесі жолы берер едім деп қойып, ниеттеніп қойып, жалпы айтқанда қандай нәрсе Алланың разылығына бөленеді, Алланың алдында қабыл болады, жақсы іс болады, соның барлығы түбін айналып келсеңіз, Алланың алдында сауапқа бөленсе, ол садақа. Тіпті құрманың жартысы болса да, соны садақа беріңдер, өздеріңді тозақтан құтқарыңдар деген хадис бар, әрине. Жалпы осы ереке сұрағым сізге болады. Сіздер театрда ауызашар ұйымдастырасыздар ма? Ауызашар ұйымдастырамыз. Жалпы мен бағана сөзім басында айтып кеткендей, бізде театрда немесе өз басыңыз, мысалы, әр адам өзінің мойнына алады ғой. Мен бүгін ауызашар жасаймын деген сияқты. Отбасымызда ауызашар, мысалы, жыл сайынғы Рамазан айында ауызашар беріп тұрамыз. Оның арасында енді бізде бәрі керемет деп айтуға болмайды. Мысалы, біздің айналамызда да туған туыс таныс жекжат жұраттың арасында да, мысалы, біреудің жағдайы жақсы болса, біреуді күтемірек болуы мүмкін. Біреуге, мысалы, жаңағыдай жәрдем, бір көңіл бөліп бір қарайтындай жағдайда болатын адамдар болады. Солар, мысалы, шақырып дастарханнан дәмауыз тигізу, Рамазан кезіндегі ауызашар ұйымдастыру, сол ауыз бекіткен адамдардың ризашылығына жаңағы Алла разылығы үшін соларға жаңа дастархан жаю деген нәрселер біздің отбасымызда да бар. Жалпы театрда да сүрінген. Енді бұл жалпы театрдың басшылығы, жалпы театрымыздағы тыныс тіршілік бүгінде бір имани жақсы бір адамгершілік пейілдермен астасып, бір қабаттасып, ұштасып жатқан кезеңді театр бастан өткізіп жатыр деп айтуға болады. Ол жаңағыдай біздің театрымызды арендаға, сахнамызды алу болсын, жаңағыдай бір ауызашар ұйымдастыру деген сияқты сондай нәрселерді қол ұшын беріп, соны өзіміз енді ниет қыламыз, соны жүзеге асырамыз да. Маған сіздің сөзіңізді есіме алып отырмын. Сіз айтып отырсыз, ақыл береміз, біреуге көмек болса көмек береміз деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис есіме түсіп отыр. Сендердің ең жақсыларың, Ибн Мажахтан келеді, сахих хадис. Сендердің ең жақсыларың білімді үйреніп, сол білімді басқаларға жеткізгендер. Немесе тағы да біреу айтты, садақаның ең абзалы сол білімді үйреніп басқаға жеткізгендерің деген. Қазеке, осы жөнінде не айтып кетер едіңіз? Енді бұл жөнінде айтар болсақ, пайғамбар саллаллаху тағы бір хадисінде айтады, білім алу ол тал бесіктен көр бесікке дейін деген. Негізі өмірде адам білім алмаса, ол былайша айтқанда қараңғылықта болады. Неге дейтін болсақ,
адам өмірге келген екен, ақ пен қараны, дұрыс пен бұрысты оның барлығын ажырату үшін Алланың берген ақылын сол білімге жұмсау керек. Ал адам білімді болған сайын, былайша айтқанда, Құранды оқып, хадисті оқып, осының ішіне құндылықты өзінің бойына тартқан сайын, ол да білім ғой, ең құнды білім. Ол адам не істейді? Тазара бастайды. Жан дүниесі тазару, бағанағыдай. Көңілі тазару, жүрегі ағару осы кезден басталады. Сөйтеді де ол кісінің бойында өзге адамдарда жоқ бір мінез құлық, ілтипаттылық, мейірімділік, рахымдылық, осындай нәрселер пайда болады. Сонда сол адам білім арқылы не істейді? Жан жағына нұрын шашады. Білім арқылы жан жағына пайдасы тиеді. Білім арқылы Алланың разылығына бөленіп, осы өмірін тұтастай сауапқа айландырады. Және ең керектісі, ол мәңгі болған ақыретте сол білімімен Алланың алдында мейіріміне, рахымына бөленіп жәннатқа кіреді. Құранда мысалы мынандай аят бар: Аллах тағала менің білімімді арттыр дейді. Егер Алланың алдында, осы тәпсіршілер айтады, дүние абзал болған уақытта, ей Алла, менің алдымда дүниемді арттыр деген аят сөйледі. Сонда Алланың алдында осы аятқа қарайтын білімді арттыр деген сөз, Алланың алдында білімнен артық еш нәрсе жоқ. Себебі барлық нәрсе білімге келіп тіреледі. Білім болмаса адам көп нәрсеге ұрынады. Ал білімді болғаннан кейін көп нәрседен не істейді? Тазарады өзінің бойын, және жақсылыққа өзін әрдайым қадам басып жүреді. Сондықтан білімнің садақасы дегендей, бана ағамыз айтқандай, Құран хадистен терең білмесе де өзінің ақылымен, қазақта айтады, көпті білген емес, көпті көргеннен сұра дейді. Сол көрегендігімен жан жағында осындай кішкентай болса да ақ пен қараны ажыратып, мынауың дұрыс емес, мынауың бұрыс деген сияқты, дұрыс, бұрыс деген сияқты соны ажыратып біліп жатса, оның өзі садақа. Олай қарасаңыз, оның өзі білім. Бұл жақсы нәрсе, иншалла. Мысалы, енді біз білімнің бұлағы Құран дейміз ғой. Құраннан көп білім аламыз, өйткені Алланың сөзі болғаннан кейін. Мысалы, Бақара сүресінің 264-ші аятында былай дейді, оқиын. Ей мүминдер, Аллаға ақырет күніне сенбей, адамдарға көрсету үшін мал сарып қылған кісідей садақаларыңды міндет қылу ренішті жоймаңдар дейді. Яғни біреуге міндетсін, яғни бердің ғой садақаны, Алла субханала тағала енді соны міндет етсең, соны жойып аласың деп отыр. Енді ары қарай не дейді Алла субханала тағала? Оның мысалы үстінде топырағы бар тас сияқты, оған қатты нөсер жауса, яғни топырағын шайып, тас күйінде қалдырады, олардың еңбектері еш болады, Алла қарсы болған елді тура жолға салмайды дейді. Осы аят төңірегінде не айтар едіңіз? Енді шында біз Алланың рызалығы үшін садақа бергеннен кейін, Алланың рызалығы деп бердік па, ол нәрсені ұмытуымыз керек. Шариғаттың бір әдептерінің бірі, біз жақсылық жасасақ, оны істемеген адамдай екінші бір жақсылыққа қадам басуымыз керек. Ал егер күнә істейтін болсақ, керісінше, ол көз алдымызда тұру керек. Неге? Себебі екінші бір күнәға қадам басуымызға ол тойтарыс, былайша айтқанда қорған болады. Бұл күнә жағынан. Ал жақсылық жағынан бүгін сіз садақа бердіңіз ба? Шайтан азғырады. Құранында да бірнеше аяттар бар. Осы садақа берме, ертең кеміп қаласың, бала шағаң кедей болып қалады, басқа болады. Бізді алдай дегенде жан дүниеміз. Ал негізі хадиске, аятқа сүйенсек, Аллах тағала уәде етіп тұрды, сендер берсеңдер мен еселеп берем деп тұр. Ал біз қалай қорқуымыз керек? Егер де бір адамнан сен бүгін берсең, ертең мен саған берем десе, оған күмәндануымыз мүмкін. Ал енді жаратушы Алла, жомарт иесі, мейірім иесі Алла болып уәде етіп тұрса, біз қалай күмәндануымыз керек? Сондықтан бір садақа беріп жатсақ, оны бағана айтқандай, сен не істейсің, не қылдың деп, ертесіне келіп, қайға жұмсадың деп тергеудің еш қажеті жоқ. Сіздер Асыл арнаның тікелей эфирінде қасиетті Рамазан хабарын көріп отырсыздар, оның аясында садақа жайында тақырыпты қозғап отырмыз. Қымбатты қонақтар, енді қазір ең бірінші сауалымды Қасеке сізден бастайын деп отырмын. Құран аятында мынандай бір аят бар, Бақара сүресінің 261 аятында, Алла жолында мал сарып қылғандардың мысалы әр сабағында 100 түйір өскен 7 сабақты ұрық тәрізді дейді. Әрі Алла кімге қаласа неше есе арттыра береді. Алла тым кең, әр нәрсені білуші. Осы аят төңірегінде сөз қозғап көрсек. Енді бұл аятты қарайтын болсақ, мейірімді, рахымды Аллах тағала бұл өмірде сізбен біз қандай да бір хайыр, ихсан, садақа жасайтын болсақ, соның ертеңгі Алланың құзырында сізбен біздің амал дәптерімізге былайша айтқанда еселеп сауап жазатындығын біздерді қуаныштап десе, болмаса құштарландырған жайы. Енді қараңызшы, әр сабағында 100 дәннен, 7 сабақ дейді, әр сабағын дәнін 100-ден, сонда 700 есе. Қаласа одан да көп берем деп жатыр. Бірақ еккеніміз бірақтан. Сонда сіз мысалға бір сауап іс жасасаңыз, бана шама шарқыңызға қарай, соның сауабын Аллах тағала 700 есе деп Құранда келтіріп отыр, дәннің мысалымен келтіріп. Енді ар жағында жалғасында не дейді? Қаласам одан да көп берем дейді. Енді шынымен жүрегінде иманы бар, Аллах тағаланың осындай Құрандағы уәдесіне құштарланып, осыны жан дүниесіне бекіткен адам болса,
мен ойлайтын едім, ол әрбір адам осының 700 есе қаласа одан көп берем деп тұрса, неге біз әр уақытта садақаның басқасында болмасқа, қолымыздан келіп жатса көмектеспеске. Мысалға пайғамбар саллаллаху алейхи көптеген хадистерінде не дейді, мынау садақа беру үшін қаптарың аузын байламаңдар дейді. Былайша айтқанда сараң болмаңдар дейді. Сен неғұрлым сараң болсаң, Аллах тағала да сенің ризығыңды тоқтатып қояды дейді. Қараңыз. Және де басқа хадистерде Алла разылығы үшін сендердің артылған дүниелеріңнен садақа берулерің ол өздерің үшін жақсы дейді. Ал бермесе де болады. Бірақ бергені жақсы. Егер сол дүниені бұл пенде осы дүниеде Алланың ризалығы үшін садақаға бермесе, өмірден өткен екен ол дүние қалады. Бірақ оның ұрпағы оны садақаға бере ме, бермей ме? Ол белгісіз. Сондықтан осы өмірде берген Алланың нығметін ол көзінің тірісінде шама шарқына қарай садақа беріп қалмаса, онда ол ақыретте былайша айтқанда құралақан қалады. Өкініште қалады. Неге? Себебі Аллах тағала осы өмірде оған көптеген нығмет берді. Құранда да аят бар ғой. Сендерге берілген нығметпен, былайша айтқанда дүние мүлікпен ақыреттің іздеңдер дейді. Былайша айтқанда Алла жолында садақа беріп жақсылық істеңдер дейді. Сондай-ақ дейді, осы дүниеге нығметтеріңді де ұмытпаңдар дейді. Сонда қарап тұрсақ, шынында мына өмір тұтастай сынақ болғаннан кейін сіз бен бізге Алланың әрбір нәрсесі берілгеннен кейін соны біз қай уақытта қалай жұмсап жатырық, қалай орындап жатырық, соның барлығы ол періштелерге жазылып жатыр. Және ертең осы үшін істейміз, есеп береміз. Қазақта айтады ғой, бір тамшы судың да сұрауы бар дейді. Ал енді Алланың еселеп беріп жатқан нығметін біз ішіп жатсақ, жеп жатсақ, қалаған жерімізге пайдасыз нәрселерге шашып жатсақ, оның сұрауы қалайша жоқ болады. Ертең сұралады. Мына біздердің адам түсінігінде қазіргі таңда енді сынақ өмір болған екен, біреу бай болса, бақуатты болса, жағдайы болса, неткен бақытты деп айтамыз. Ал негізі хадисте олай айтпайды. Нағыз бақытты адам ол жан дүниесі, кеудесі иманға толы. Сол адам бақытты. Неге? Өйткені осы өмірдегі әрбір берген нығметімен осы өмірде де бақытқа кенеледі, бір екінші ақыретінде де өзінің мәңгі болған жәннетіне қадам басып, әрдайым соның басқасына жүруге тырысады иншалла. Алла сондай пенделерден жассын. Қазір осы тақырыпқа ораламыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар. Тыңдайық. Алло, сұрағыңыз қоя беріңіз. Уағалейкум ассалам. Сұрақ қойып дегенім бір, балгерлерге бір садақа ретінде қой алып береді ме, сол жағын бір айтып кетсеңіздер. Балгерлер негізі шариғатта дұрыс емес. Ол белгілі жайт, Құранда бірнеше аятта береді. Ал енді балгер келген екен, сенің жағдайыңды жасап берейін, жолыңды ашып берейін, келешегін болжап берейін деп, сіз оған бағанағы құнын қойып жатса, бір қой, екі қой деген сияқты. Ол дұрыс емес. Оған құнын қойын бермек түгілі, оған барудың өзі дұрыс емес. Діннен шығып кетесің. Ал енді оған барудың өзі дұрыс емес болса, бермек түгілі оған барудың өзі дұрыс емес. Ал беру былай тұрсын. Сондықтан ондай балгері болсын, тәуба болсын, басқасы болсын дұрыс емес. Шариғат жолымен хадистерде келгендей фәлақ, ықылас, нас, осы сүрелермен дем салып, шариғат жолымен емделетін жолдар бар, оған қарсы емеспіз. Бірақ шариғатқа сай болу керек, Құранға, хадиске. Ал енді қазір көшедегі құмалақ тасты алып, ары шашып, бер шашып, хадисте айтқандай бір шындыққа 99 өтірікті қосып айтқаннан кейін әлгі адам ойбай мынау менің алдымда болжап берді деп таңырқайды. Ол болса да, бәрі болса да таңырқайды. Бірақ Құранда Аллах тағала айтып жүр ғой, бұларға жоламаңдар дейді. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, кім оларға барса және олардың сөздеріне сенсе, 40 күн намаздар қабыл болмайды. Егер де сол сеніммен өлетін болса, онда Құдай сақтасын. Алланың азабы бар. Өйткені Алла тұрған уақытта біз сияқты әлсіз көшеде әшін дүниенің көзіне айландырған әлжуаз адамға біз қалай сенуіміз керек? Құранда айтады, келешекті тек қана жалғыз Алла ғана біледі. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам да білмейді. Сондықтан біз неге ол жай қарапайым адамға бар келешегімізді болжауымыз керек? Құран хадистерде айтқандай, сендер менің жоқ дегенде аяқ киімім бауын сұрасаңдар да сендерге беремін деп тұрған Алланың рахымынан неге біз үмітсіз болуымыз керек? Сондықтан не сұрасақ та, не тілесек те, не жоғалтсақ та, алдығымызды білсек те, жаратушы Аллаға алақан жайып тілесек, Аллах тағала дұғамызға жауап береміз деп тұр. Иншалла сондай пендеден болайық. Егер келесі сұрақ сізге, бірақ сұрақ қоярдың алдында бір хадис есіме түсіп отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху кезінде бір әйел, байқуатты әйел болу керек, біреуге садақа беру ретінде өзінің қаражат жинайды екен де. Сол қаражат жинардың алдында басқаларға садақа беремін деп ұмтылып жатқан кезде, сол кезде күйеуі келіп айтады екен да әйеліне, әйелім сен садақаны кімге берейін деп жатсың деген кезде, басқаларға тағы қазір шығып берейін деп жатырмын. Жоқ, біз мұқтаж емеспіз бе оған дейді да, бізге неге бермейсің, баламызға неге бермейсің деген кезде, сол екеуі
сөзге келісіп қалады. Онда кетіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи барып көрейік дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өйткені барлық жағдайда сол жерде енді ихтираф мәселелер болғанда шешіп беретін адам болды ғой енді. Сол барған кезде сенің күйеуің дұрыс айтты. Негізі сен садақаны өзіңнің отбасыңа бастағаның жақсы дейді. Бірақ осы сұрақтың алдында қазір бізге хабарласып отқан көрерменіміз бар. Енді соған жауап берсек, содан кейін сізге сұрақ болады. Тыңдап тұрмыз, тікелей эфирдесіз. Уағалейкум ассалам рахматуллах. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мысалы үйде әйел адам баламен отырады, ер адамның несіне мұқтаж ғой енді. Өзі қалай садақа беруге болады әйел адам? Үйде баламен отырса, қалай садақаны сотып алатынын айтып берсеңіз, мағлұмат берсеңіз. Түсінікті. Рахмет сұрағыңызға. Әйел адам енді мысалы көбінесе үйде отырады ғой. Ақшаны табатын еркек адам. Таңертең тұрып нәпақасын іздеп кетеді ғой ер адам. Әйел адам үйде баласымен отырады. Ол адам қалай садақа береді? Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадистеріне үңілсек, оқысақ, әйел адамдарға көптен садақа берген, садақа беруге үндейді. Әйел адам қалай садақа беру керек және ең абзал садақалар қандай айтып кетсеңіз? Енді ол кісінің садақасының ең кереметі бірінші қарап тұрсақ, ол күйеуіне бағыну. Бұның өзі разылығын алу дейсіз. Күйеуінің разылығын алу. Сол күйеуі шаршап, шалдығып келген уақытта жылы шыраймен қарсы алып, бағанағы шайын, басқасын барлығын дайындап жатса шіркін. Соның өзі үлкен садақа бір. Екіншіден, үйде әрине балаға тәрбие беру. Бұл өте үлкен садақа. Ертең сол садақаның басын баласынан дұрыстап тәрбие берсе, ертең бала үлкен болып өскен уақытта бірнеше жақсылықтың басының қасында болса, соған себеп анасы болады. Бұл бір жағы. Мысалға, енді мына әйел баласы, білесіздер, шариғатта өзі көп жағдайлармен намаз оқымайды, басқа үзірлі жағдайлар бар. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи хадистеріне келгенде оларға көп зікір қылуды бұйырады. Неге? Өйткені біздерге қараған уақытта ер кісілер мешітке барады, басқа құлшылықтың сауапты жақтарының басқасында жүреді. Ал әйел баласы расында қарасақ үйде шеді жейді, балаға тәрбие береді. Ал ол кісілердің садақасы еш қиындығы жоқ. Ер кісі сырттан жұмыс жасап ақшасын тауып келіп жатса, сол бағана разылығына бөленіп жатса, бір үйдің тәрбиесін қарап жатса, үйдің шаруасын істеу, оның өзі садақа. Бұдан тыс шариғатты тікелей сүйенетін болсақ, неге бос уақытында Құран оқымасқа? Неге хадисін баласына жаттатпасқа? Мен мысалға бір оқиғаны білем. Бір кісі үйдегі ағамызды, жеңгемізді араб тілін маман бітірген. Сонда бағанағы ағамыз имам кісі. Соның бағана қайнысымен дос болған уақытта айтады екен. Маған айтып жатыр да, жездем дейді, жұмысқа кеткен уақытта әпшеме айтып кетеді дейді бағана. Кешке келген уақытта мына бала мынанша аят жаттап қойсын деп. Сонда сол бағанағы әпкесі кешке келген уақытта жездесі келген екен, сұрайды екен. Сұраса бағанағы аятты жаттап қойды. Бір күн жаттамаса кешірім береді. Екі күн кешірім. Бала ғой деген әйелдің де жұмысы бар. Сол сияқты балаға тәрбие беру, сол ата-ананың өзі үйде отырып Құран оқып жатса шіркін. Ұйықтарда болмасы қазіргі таңдағыдай телевизордегі өлеңі бар басқа бір нәрсені қойып қойғанша Құранды жай өзінің мақамына салып оқып тербетіп жатса қандай шифа Құран біріншіден. Әрі сол баланың әзірден естігеннің өзі Алланың ұлықтаған сөзі болып жатса, ол же үйде ол береке болады. Құран оқылған үйде. Оны білесіз. Сондықтан әйел баласын беретін садақасы көп. Шариғатқа үңілсін, хадистерге оқысын, Құран оқу, болмаса әр жүрісінде тұрысында, әр қазандағы қуырып жатқан етін неге Субханалла, Аллаху акбар, Альхамдулилля деп қуырмасқа. Ол әжетхана емес, ол асхана, рұқсат беріледі ол жерде. Әр нан турағанда, әр картошканы айтқан. Бұның бәрін айта берсек, оны толған садақа. Қарап тұрсаңыз, сырттағы жүрген біздің уақытымыздың жоқтығы сол әйелдердің қолында бар сияқты. Үйлену діннің жартысы демейді. Әрине. Хадисте айтқанда үйленсең сен діннің жартысын аласың дегендей. Сондықтан әйел кісілердің қолында өте мүмкіндік көп. Егер ол мүмкіндікті пайдалану үшін, соның қадір қасиетіне жету үшін, иншалла біріншіден сол кісінің ер кісі білімді болып соған дұрыс тәрбие бере алса, берсе, және сол әйел де өзінің отбасылық, хадис айтқандай жауапкершілік, дін өз жауапкершіліктен тұрады ғой. Сол баласының, ерінің жағдайын барлығын, және де ақыреттегі өзінің де жағдайын ол тыс қалдырмау керек. Шама шарқына қарай Құранында оқып, зікірінде салып, аят хадисін оқып, соны баласына жаттатып жатса, тәрбиенің де, садақаның да, иншалла, көптігі сол кісілерде де ойлаймын, иншалла. Ереке, бағана сұраққа оралсақ, садақа туралы айтып отырмыз. Біз білеміз, мұсылмандардың екі мейрам бар, ораза айт, құрбан айт. Осы айларда біз көбінесе балаларымызға садақа беріп, сыйлық сыйлап, отбасымыздан бастап жатамыз. Сіздің үйіңіздегі, отбасыңызда үрдісіңіз қандай? Жалпы енді садақа жайында
мынаны айта кеткім келеді. Біздің жалпы қазағымызда бір қозы туса, бір түп жусан артық шығады дейді. Иә. Кейде біз қарап отырсаңыз, тіпті сол садақа берудің өзінде, тіпті бір мейірімділікке бір қадам жасауда, осындай садақа бір мұң-мұқтажды адамдарға бір жәрдем қол ұшын беруге келгенде де кішкене сананың тарлық қылатын жері, ол жаңа осы Аллах Тағаланың осындай хақтың жолына кішкене жүректі, сананы бұрмаудың кесірінен болып табылатын нәрселер деп есепке аламын. Өйткені кезінде осы мына ал кризис келді деген заманда кейбір адамдар жаңағы мысалы әсіресе Европа, басқа жақтарда, басқа мемлекеттерде мысалы инфаркт ұстап миына қан құйылып кетіп өлген адамдар саны бар екен мысалы. Солар оның бәрі қандай нәтижеде мысалы адамның өзінің ғана ойымен жүру, өзінің пайымдауымен, өзінің шешімімен ғана ертең мен мынаны жасайын, анандай болса мынандай жасайын, мынау болмаса мынаны жасайын, өзінің пайымымен ғана жүретін. Дүниеқоңыздық содан кейін мысалы Алладан бұйрық бар, несібе бар, нәсіп бар. Сол Алладан бұйырған нәрсе болады дегенмен санасын үзіп тастаған адамның әрекет амалы ғой бұл, көрдіңіз бе? Сонда барғанда жаңағындай ертең яғни осындай кризис заман келетін болса, онда мен өлдім деген нәрсеменен адамда тәубе жоқ, адамда жаңа төзім жоқ, сенім жоқ, иман жоқ, шүкіршілік жоқ. Сол болмаған жерде мысалы адам тіпті өзінің жаңа отбасыңызда өзіңіз жаңа қойған сұраққа мысалы жауап айтатын болсақ, ол балаларға да мейіріммен қарау, айналаға мейірім жасау, қол ұшын беру, садақа беру, жаңағы оң қолымызда мысалы осында бір жақсы амал істесеңіз, ертең соның бір жаңағы бір амалға 700 түрі дедіңіз бе мысалы Алла Тағала тарапынан, бір дәнге соншама қаншама нығмет Алла Тағала тарапынан, шексіз мейірім, шексіз шапағат төгіліп тұр адамға. Сонда бір кішкентай жасаған амал үшін. Сондықтан енді біз өзіміздің отбасымызда Алла берсе осындай қадір түнде діни өзіміздің керемет жақсы мейрамдарымызда мешітке барып, бүгін жаңа мен айтып отырған нәрсе мендегі көңіл күй, менің отбасымдағы, менің жарымның, менің бала-шағаларымның, балаларымның бәрінің көңіл күйлері әсер етіп тұр. Иә, өйткені бұл кісілер жаңағы сәресіне жаңа тұру, жарымның ертеңте тұрып, мен мысалы жұмыстан кейде, мысалы жұмыспен бабымен келген кезде шаршап кейде тұра алмай қалатын кезіңіз болды. Соны тұрғызады, сәресіңіз дайындап қояды, кешке жақын үй іші болып, бала-шағаның бүкіл бәрі ауызашарға жаңағыдай ниет қылып, соған дайындап, сіздің көңіліңізді аулап, сіздің осындай ғибадатыңызға соншама көңіл бөлуі, ол отбасындағы бір орнаған жақсы, өзіміздің дін жолымызда бір берекелі жол, адами қасиеттерге тола жақсы нышан, жақсы бір нығмет деп қабыл аламын. Сондықтан да осы орайдан келгенде де жаңағыдай мерекелі күндерде, біздің қасиетті Рамазан айында өзіміздің көкірегімізде, көңіліміздегі ниетіміз бек мықты бір жақсы өзінің орын алатынына мен соған шексіз қуанам. Тағы да Аллах Тағала сансыз мадаға айтқым келеді осы тараптан. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, қабыл алайық. Алло, тыңдап тұрмыз. Тікелей эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Оразаларыңыз құтты болсын. Амин, бірге болсын. Менің бір сұрағым осы садақа жайлы. Кейбір адамдар мүшелік жасына келген кезде садақаларын беріп жатады. Сол жайлы не айта аласыздар? Соны білдіреді. Енді ол хадисте мүшел жасқа келгенде садақа бер деген жері жоқ. Бірақ десек те адам баласы әрбір атқан таңы мен батқан күнінде Алланың берген бір жұтым демі. Мысалға мен бүгін жаным кеудемде бар. Мен шүкір етуім керек. Бағана хадисте айтқандай әрбір буыннан садақа деп жатыр. Негізі адам баласы әрбір күнінде беретін садақасы бар хадис бойынша сүйенетін болсақ. Ал енді ол мүшел жасқа жетсе де, жетпесе де әрбір атқан таңы мен батқан күннің арасында тіршілік үшін ол беруі міндет. Кім үшін? Болса да өзі үшін. Және өзінің отбасына берген Алланың нығметіне, берекетіне, жан саулығына, мал саулығына барлығы үшін ол беру керек. Ал енді мүшелге жасқа жеттік деп, ондай мешітке келіп жататын кісілер бар. Менің өзім жақсы көретін көйлегім еді, менің өзім жақсы көретін осындай дүнием еді, соны осындай жасқа жеттім, Алла үшін берсең бола ма дейді. Әрине болады. Бірақ десек те оларға қосымша айтамыз, бұл жасқа жеткеніңіз үшін емес, жалпы сіз ұрымдап жатыр, бермесем жолым болмай қалады деп жатыр. Әрине. Ол енді сол жасқа келгеннен кейін басқа уақыттың барлығын сонда Алла елемей сол жасқа келген уақытта ғана елеп қалып. Абай айтпақшы, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші. Сондықтан ол мүшел жасқа жетсін жетпесін, иншалла беріп жатса оның барлығы өзі үшін. Ал енді тек мүшел жасқа деп сол күнін күтіп
сол жылды күтіп басқа уақытта сондай хайыр ихсанның басқасында болмау, ол адамның әзде болса шариғаттан болмаса дін исламнан таяздығы, иман әлсіздігі деуге болады. Әйтпесе хадисімізде баршылығын қарасақ, ол садақа сіздің отбасыңызға береке, ол садақа ертең сіздің әрбір ісіңіздің жүруіне садақа беріңіз Алла үшін. Сөйтіңіз де, ей Раббым, осы жақсы ихсан, хайыр ихсан садақаммен келесі алда келе жатқан жұмысым берекесін бер, осымен отбасыма амандық бер, ертеңгі күнге, ертеңгі айға, келесі жылға, Рамазанға, басқа жеткізе көр деген дұғаны қалайша Аллах тағала қабыл етпеске. Біз енді күнделікті 5 уақыт намаз оқығаннан кейін 5 уақытта сұрамаймыз ба? Әрине. Бізге хабарласып тұрған тағы бір көрерменіміз бар. Сұрақтар көбейіп кетті. Тыңдайық. Алло. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сұрағыңыз қойыңыз. Мубарак ораза айыңыз құтты болсын. Әмин. Менде бір сұрақ бар еді. Бір балам кредитін төлей алмай жүр, қиналып жүр. Сол кредитін жауып тастасам, маған сол дұрыс бола ма? Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Енді біз білеміз, біздің дінімізде де пайыз деген өзіңіз білесіз, Алла субханала тағала оған тыйымды салған. Енді біреу білместіктен қарызға батып жатады, немесе тағы да басқа бір жағдайлармен сондай бір қадамдарға өкінішке орай басып жатады. Осы мәселе жаңа апамыз айтқандай. Не айтар едіңіз? Енді өзім жауып тастайын ба деп отыр. Баласының шамасы келмей отыр. Көп адамдар қазіргі таңда осыдан 5-6 жыл десе көп адам ұрынды бұл тығырыққа. Бірақ Құранда Аллах тағала бұны айтты. Пайдасыз екен және күнәһарға бататындығын. Көп адам оны елемеді. Мына дүниенің уақытша қызығына бөленіп, мен кредит алсам, мынаны істесем, мынанша бірнеше байлыққа кенелем, күніне мынанша ақша кеп тұрады деп, өзінің жай ғана шектеулі ақылына сүйеніп, ертеңгі күннің бар жағдайы Алланың құзырында екенін ол ойламады, ұмытты. Сөйтіп жасыратынша көп адам осыған ұрынды. Енді білгені бар, білмегені бар. Әрине ол баласын ол тығырыққа өзінің баласы болып жатса, өзінің туысқаны болып жатса, ол тығырыққа тіреліп, бала шағасымен қиналып, көше кезіп, безіп жүрсе, оған берген иншалла сауап. Бір шетінен ол кісіге түсіндіру керек. Келесі ондай нәрсеге қадам баспау керектігін, және шариғатымызда оның дұрыс емес екендігін, осыны шариғат жолымен түсіндіріп, және мен саған көмектесем, келесі жолы сенің жағдайың болып жатса, сен де өзгелерге көмектес. Бір, екіншіден бұндай нәрсеге, былайша айтқанда проценті бар, басқасы бар, кредиті бар, бұндай нәрсеге қадам баспа. Көрдің ғой, осының өзі сабақ болсын деген тұрғыда тәрбиесін айтып, болмаса көмектессе, ол шариғатқа қайшы келмейді. Неге дейтін болсақ, өйткені өзінің туысқаны, өзінің баласы болуы мүмкін. Көп кісілер бар, інісі, ағасы, болмаса әпкесі, қарындасы кредитте қиналып жүр. Басында мысалы қиналуы мүмкін, бірақ кейбір кезде мысалы баласы әке-шешесін тыңдамай кредит алма десе де барып алып, бірақ сол бас сұққаннан кейін ертең төлей алмай, қайтадан келіп әке-шешесіне келіп төлеп беріңдерші деп, сондай да жағдайлар туып жатады, өкінішке орай. Енді Алла тағала одан сақтасын. Енді бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар, сұрағына жауап берсек. Алло, тыңдап тұрмыз. Қасиетті Рамазан айы оразаларыңыз қабыл болсын. Әмин. Өзім де ораза тұттым. Менің бір сұрағым, мен бір 2 адамға үлкен ақшалай қарыз беріп едім, әлі ала алмадым. Сол қарызымды осы Рамазан айында Алланың ризасы болсын деп садақа десем қабыл бола ма? Және де ер азаматым үшін садақа аламын ба? Түсінбедік. Ер азаматым үшін садақа бере аламын ба? Ол кісі жол сапарда жүреді. Түсінікті. Бірінші енді бағанағы айтып отырмыз ғой, қарыз бердім, қайтара алмады, бірақ осы Рамазан айында кешірсем бола ма дейді. Мен осы сұрақты қоярын алдында бір хадис есіме түсіп отыр да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам садақа Жабраил алейхиссалам екеуі жәннатта, білеміз, миғражға көтерілген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жәннатта тозақта көрсетілді ғой. Сонда жәннаттың қақпасының алдында дейді, Аллаху алам, садақа 10 сауап, қарыз 18 сауап. Я Жабраил, неге 18 сауап деген кезде, сен садақаны мұқтаж емес адамға бересің, ал қарызды шын мұқтаж адамға бересің. Сол себепті ол сауап үлкен дейді. Бұл кісі енді қарызды беріп отыр, ол қайтара алмағаннан кешірсем бола ма дейді. Кешіру жағы болса, ондай жомарт адамдардың қатарына болса, кәнеки, ол жомарттың жомарты. Егер қарыз беріп тұрып, сол қайтара алмай жатса, кешіргені. Ертең қияметте де сұралады екен ғой. Осы жағдайы бар адамдар біреулерге қарыз берсе, сол қарызын сол кісінің жағдайына қарай түсініп, созып жатса, ол еселеген сауап болады. Мысалға уақыты келді, ол бере алмай жатыр, шынында. Ал егер де сол бере алмаған түсініп, ол тағы да мен сені осындай уақытқа создым деп оның жағдайына қарап түсінісіп жатса, оның өзі шариғатта қорғалмаған. Оның өзі сол адамға сол кешірім болып екінші бір созғандығында еселеп сауап беретіндігі келеді хадисте. Мысалы бір хадисте, кешіріңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына кісіге айтқым келіп отырғаны, егер де бір сізге бір қарыз берсек, бір уақытқа, сол уақытқа дейін сіз қайтара алмасаңыз, егер де мен кешіріп тұрсам,
сол күннен бастап қанша сізге ақша бердім, сол күнделік сол садақа бергенмен тең дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыздаршы қандай керемет. Сондықтан шамасы келіп жатса, кешіріп жатса, кәнекей, өйткені хадисте келгендей, кім бұл өмірде біреудің қиыншылығын көтерген болса, ертең ақыретте оның жағдайын Аллах Тағала қиыншылығын көтереді. Сондықтан біз қолымыздан келіп жатса, ондай мүмкіндіктерді жасап қалып жатсақ, ол бүгінгі әсіресе ораза айында. Әсіресе ораза айында. Ертеңгі ақыретте Аллах Тағаланың алдына барғанақта біздің де кемшілігіміз көп, қателігіміз көп. Сонда Аллах Тағала тұрып, ей Раббым, сен осындай уақытта пәленшенің саған бережегі болған екен. Сол қиналған сәтте сен менің құзырымдағы сауапты үміт етіп кешірген едің. Мен де сенің бүгінгі осы қиянат болмаса күнәларыңды кештім деген осындай мейірімі түсіп жатса, неге біз оны үміттенбеске? Сондықтан ол кісі иншалла Алла ризалығы үшін кешірем деп жатса, осындай қасиетті Рамазан айында бұл өзге адамдарға бір сабақ болса дегім келеді. Бар болып тұрып, кешірмей жүріп, оған қастық жасап, неге сен бермейсің деп, ол бермесе бұл жағдай қиналып қалатындай талай адамдар жүр. Сол бір теңгеге қатып болмаса соған мүмкіндік болып жатса, кешіріп жатса, осы кісідей жомарт кісілер табылып жатса, осындай қасиетті Рамазан айында, онда әрбір адамның отбасында, осындай халқымыздың арасында, бір-біріміздің арамызда Рамазан айының шынайы келбетінің мейірімділігі көрінеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи басқа қарағанда осы Рамазан айында жомарттылық болсын, кішіпейілділік болсын аса түскен. Неге? Өйткені Рамазан айы сондай бір қасиетті. Бұл айдың қасиеттілігі адамдардың бір-біріне деген ілтипаттылығымен, осындай жомарттығымен, сөйлеуімен, хадисте айтқандай, біреу саған ұрсып, жекіп, төбелесуге дейін барса, сондағы жауап берер сөзің не? Мен оразамын. Болды, одан артық сөз жоқ. Осыдан түсінуге. Сондықтан да Аллах Тағала ол кісінің кешіріп жатқан ниеті болса, біз де тілектеспіз. Аллах Тағала ертең сіздің де ақыреттегі қате кемшілігіңізді кешіріп, мейіріміне, рахымына бөлесін дегім келеді иншалла. Қарындасымыздың келесі бір сұрағы болып еді, күйеуім үшін сапарда садақа берсем бола ма дейді. Енді күйеу үшін иншалла Алла ризалығы үшін беріп жатса, келгеннен кейін күйеуіне бір ауыз айту керек те, осындай сіздің жинаған дүниеңізден садақа беріп едік. Болмаса телефон арқылы сұраған абзал. Сіздің орныңызда осындай Рамазан айы пітір садақа берейін ба? Болмаса бір мұқтаж жан бар еді. Соны сіздің рұқсатыңсыз бере алмай отырмын. Үйдің төресі сіз едіңіз деп қойып, рұқсатын алып беріп жатса, нұр үстіне нұр. Ал енді өзінің ерінің жомарт екенін, әйел бұл кісінің берсе, ері келіп оған қарсы болмайтындығын, енді үйде отбасы болғаннан кейін біледі ғой. Сондай мінезі, сондай несін біліп жатса, шіркін ондай әйелдер қайда екен артымыздан тығылып жасырын садақа беріп жатса. Алхамдулилля, қарындасымыз күйеуінің атына садақа береді, бірақ кейбір кезде үйге келгенде сенің рұқсатсыз киім алып қойды, соның ақшасын бере береді. Керек, не айтар едіңіз? Жалпы осындай мейірім жалпы ана, ақында, батырда анадан туған дейміз ғой. Сондықтан қазақтың осы сөзінде де исламның негіздері бар, шариғаттың заңдылықтары бар. Өйткені ананың бойындағы даналық, ананың бойындағы бағана Қаскен айтып кетті ғой, мысалы үйде отырып қазанын қайнатып жатса да, жаңағында бір үй жинап жүрсе де, Құранның жақсы сөздеріменен, соларды жаңа балалардың бойына сіңіруменен, өзінің ойына, алғашқы нәрсе өзі әйелдің өз санасында, өзінің жүрегінде, өзінің болмысында болған нәрсе, ол балаға да дариды. Сол арқылы ана бір қолмен бесік тербетсе, бір қолмен әлем тербетеді деген сөздің астарында да осындай ұланғайыр бір жақсы қағидат жатыр. Өйткені ананың бойында егер осы жақсы нәрселер болмаса, ер азамат ол жерде мысалы қанша білімді болғанмен де, қанша оның ойына, санасына соның бәрін сіңірем дегенмен де оған қабылдау болмаса, соның бәрін бойына сіңіру болмаса, оның бәрін бекер дүние. Сондықтан мен осы орайда айтар едім, осындай жаңағы ерінің атынан садақасын беріп, ерінің жаңағы Қаскен айтқандай рұқсатын алып, соған сондай бір ілтипат ниет таныту деген, мен әйелдің бойындағы бірден бір даналыққа басталатын қадамдардың қатары деп есепке алар едім. Сондықтан осындай қадамдар көбірек болатын болса, әйел адамның айналасындағы сол тұрып жатқан шаңырақ отбасы да, айналасында туған туыс бауыр да, оның сыртындағы ел жұрты да бәрі де содан нұрланатынына мен кәміл сенемін. Сондықтан осындай жақсы саналы, имандылыққа тола қадамдар әйел затының болмысында, санасында, жүрегінде көбірек болса екен деп тілеу қыламын бәрі. Рахмет. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар. Негізі уақытымыз таяп қалды, бірақ жауап берсек, иншалла. Алло, тыңдап тұрмыз. Мен 2 жасымда анам қайтыс болып кеткен еді. Сол анамның атына жақсы сауапты амалдар жасағым келеді. Садақа берсем болады ма, қандай? Түсінікті, рахмет сұрағыңызға. Өте жақсы сұрақ. Енді
хадистерде келгендей, ол марқұм болған кісілердің өзімізде міне көзіміздің тірісінде ата бабаларымыз бар, басқасы бар. Адамнан кейін үш нәрсе қалады дейді ғой. Пайғамбар сөздің хадисінде айтады ғой, бұл өмірде адам үш нәрсені істеп кетсе, сол артынан үздіксіз сауап болып тұрады. Соның бірі дүниесі болып тұр, Алланың ырзалығын іздеген пенде болса, медресе, мешіт, көпірі, құдық сынды мысалға. Екінші, білім болып, сол біліммен өзгелерге пайдасын тигізсе. Үшіншісі, бұл кісі айтып жатқандай, салихалы ұрпақ болса, мысалы, ізгі, игілі дейді. Бұл жерде айта кететін нәрсе, көп кісілердің баршамыздың ұрпағымыз бар, әйтеуір Алланың берген. Бірақ ұрпақтың алдында салих деген сөз ол ізгі, мысалға. Сондықтан да ізгі ұрпақ деген сөз ол ең бірінші Алласын тану, Құдайына құлшылық қылу. Мен өзім көп көрдім. Көп кісілердің ата-анасы, әке-шешесі қайтыс болып жатыр, жаназасында боламыз, басқасында боламыз. Сонда сол әке-шешесін тырнақта балам үшін деп жинап кеткен дүниесінің өзін сол кісілерге арнаймайтын кісілер бар. Құдай тамағын береді, қырқын береді, жылын береді. Сол кезде үй төгіп дастархан жаяды. Мен сонда айтамын ғой, Алла ризалығы үшін осы жерде намаз оқып үйрене, кітап болсын, бір дискі болсын, бір жай намаз болсын. Сонда бір кітаптарды қосып сол келген 200 адамға тарқатып жіберсеңіз қандай сауап десең, сол дастарханға жайылатын 3-4 мың доллардың ішіндегі 5-6 мың, 60-70 мың теңгесін былай сырып қалуға жан дүниесі қимайды. Таң қалдым. Анау садақа ғой, әрине, жайылып жатқан дастархан. Бірақ кітаптың орны бөлек еді да. Өткен кітапты бүгін оқиды, ертең оқиды. Қашан кітап жоқ болып кеткенше соны үйренгеннен басқаға үйретсе, ол саған еселеп келе береді. Сондықтан бұл кісіге айтарым, мен анаңызға сауаптың төресі дегім келеді. Жақсысы ол кісінің Алланың ырзалығы үшін бұйырылған амалдарды орындау, намазын оқу, оразасын ұстау, зекетін, қажылығын, шариғатта қандай талап бар адам баласынан бұйырылған. Соның барлығын ең бірінші орындау, міне үздіксіз сауаптың төресі де көкесі де осы. Ал біздің халықтың санасына не? Аптасына бір барып шерпегін пісіріп, Құран оқып қойса, өзіндегі бір жүкті түсіріп алғандай сезінеді. Бұл өте төменгі дәреже деп айтпаймын, бірақ әлсіз бұл да. Неге? Себебі хадисте айтып жүр ғой. Салихалы ұрпақ. Мысалға, Құранда бірнеше дұға бар осы ата-ананың артынан қылатын. Сол дұғаны күнде қылу кімнің қолынан келеді? Олар аптасына, айына бір Құран оқытады, дастархан жаяды, басқа қылады. Ал біздерше Құран оқыған, хадис оқыған, намаз оқыған, күнде 5 уақыт намазда ей Раббым, Раббана ғафирли, вали валидайя, валил муъминина яума яқумул хисаб деген керемет дұға бар. Ал осы дұға неге жаттамасқа? Аударып берсеңіз. Қазір, ей Аллахым, ең бірінші мені кешір. Және ата-анамды ертеңгі мәңгі болған ақыретте бүткіл мұсылманда өзінің игілігіне, жақсылығына бөледі. Мені және ата-анамды деді. Иә, сонда қараңызшы, осы дұғада бірінші өзін, екінші ата-анасын және бүткіл мұсылмандарды ертең Аллахым рахымына бөле деп тұрса, бұл дұғаны қаншама адамдар айтып жатыр. Қандай керемет. Осыдан артық садақа жоқ дейсіз. Мен бір жерде айттым, нағыз ата-анасына, әке-шешесіне, ата-бабасына және өмірден өткен күллі мүмін мұсылмандарға жаны ашыған болса, діни тұрғыдан, шариғатымыз, хадистерде, онда осындай дұғаны айтуға несі қиын? Не кедергі болып тұр? Екі ауыз сөз. Арабшасын, Құрандағыдай тәсілін білмесеңіз де қазақша мағынасын жаттап алып, неге айтпасқа? Ал бұны жаттаған күннің өзінде де 5 уақыт намаз болса, сол намаздың артынан кейін дұға жасаса, түнгі тахаджуд, басқа иншалла. Сондықтан ол кісіге айтарым, анаңыздың артынан садақаның төресі Құран оқу, дұға қылу, бір одан кейін осы дұғаларды жаттап алып, үнемі аузынан түсірмесе, иншалла үлкен сауап, өзінен артыңғы қалар ұрпаққа тәртіп, тәрбие болар еді иншалла. Қымбатты қонақтар, біздің уақытымыз өз мәресіне келіп жетті. Өкінішке орай, Ереке, сізге көп рахмет, келіп уақытыңызды бөліп салиқалы сөздерді айттыңыз. Алла разы болсын. Баршаларымыздың оразамыз қабыл болсын. Бағана намаз оқып ауызды аштық. Альхамдулилля, осы нығметті, екі қуанышты Алла субхана тағала айтады ғой, ауыз ашарда қуаныш және қияметте Алла субхана тағала дидарын көргенде қуаныш. Алла субхана барлығымызға осы нәсіп етсін деп тілейміз. Қымбатты көрермен қауым, әрдайым ораза айында, ораза ай келген кезде ораза ұстауды, иманды болуды және садақаны көп беруге Алла субхана тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Allah subhanallah ar-Rahman, Allah Ghafur Razaq ar-Rahim, Allah sinlarım bir Allah, yeң ұлы сөз әлемде.